Нәтиже қандай? Биыл Маңғыстаудың ауыл шаруашылығын қолдап қуаттауға бөлінген 3 миллиардтан астам қыруар қаржы игерілді. Облыс бойынша барлық 4 түлік малдың нақты бас саны 621.925-ке жетті. Бұл өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 10%-ға өсімді көрсетіп отыр. Сондай-ақ ауыл, орман және балық шаруашылығының жалпы өнімі 16 миллиардтан астам теңгені құраған. Облыстың бас ауыл шаруашылығының басшысы осы салаға биыл 3,1 миллиард теңге көлемінде мемлекеттік қолдау көрсетілгенін атап өтті. Енді тағы басқа айтқанда мал санының өсімі бар. Енді қазіргі таңда осы мына 10 айдың қорытындысымен ірі қара мал, яғни сиыр малы 24,5 басты құрап отыр. Қой ешкі 440 мың басты, жылқы 86,5 мың және түйе малы 71 мың басты құрап, қазіргі таңда бізде барлығы 622 мың 4 түлік мал басы бар. Бұл енді былтырғы жылмен салыстырғанда өсім бар, 9%-ға. Значит, бізде осы қазір кәсіпкерлер ден қойып жатыр осы ауыл шаруашылығын дамытуға. Қазіргі таңда өңірде құны 7 миллиард теңге құрайтын 3 ірі инвестициялық жоба жұмыс жасап жатыр. Солардың бірі Жаңаөзендегі қант зауыты. Жұмысын енді бастаған бұл зауыт болашақта күніне 10 тонна қант өндіруді жоспарлап отыр. Ал қалған жобалар жылыжай кешендерін жаңартуға бағытталған. Сондай-ақ егін шаруашылық саласын дамыту мақсатында Мұнайлы және Маңғыстау аудандарында пилоттық режимінде агроаймақ құру жоспарланған. Камил Абдрахманқызы, Бекжан Сарыев, Ақтау Ньюс.